Баршаңызға сәлем. Мен Әсем Құралбекқызы. Бүгін бір күндік жұмысыммен, істермен бөліскім келеді. Қазір Түркістан қаласындағы ең бір орталықта орналасқан ғимаратыма келдім. Бұл ғимараттың өзінің бір хикаясы, тарихы, оқиғасы бар. Әрбір ғимарат, әрбір кәсіп өзінің бір естелігімен, маңыздылығымен жүректе қалады. Біз өзі кентаулықпыз. Түркістанға көшіп келген кезде әкем кәсіпкерлікті қолға алды. Дан 20-25 жыл бұрын ол кезде мына ғимарат енді мемлекеттік болатын, және де өте бір жарамсыз, сонда бір жаман жағдайда еді, күйіп кеткен. Бұл жерде кезінде жаңында военныйлар жаңында жұмыс істеген, енді қараусыз қалған ғимарат қой. Өзі жалпы бас аяғы ұзын ғимарат, бірақ енді әкемнің жағы қаржысы жетпей қалған, сол туысқандардан, ағайыннан ақша жинап жүріп, сол кезде әйтеуір қарызға кіріп, осы ғимараттың жартысын ғана алды, және де өзінің жағы кәсібін бастады. Ол кезде мына жер ешқандай да қоршалмаған, содан әкем жағы әйтеуір сеткамен болсын, үйтіп-бүйтіп жағы темірмен болсын қоршап, енді ол уақытта қаржы тапшылығы бар дегенде кәсіпкерлерге қолдау деген жоқ, керісінше тіс қаққан заман болған ғой. Сондықтан да өзінің шама шарқы келгенше барынша әйтеуір ремонттауға, барынша ішін жаңында бөлмелер, класстар шығаруға атсалысқан. Бұл ғимараттың қазір жаңында артына баратын боламыз. Мына жер деген жаңдай батпақ, лай, ағаштар, соның бәрін әйтеуір шама шарқы келгенше күрделі жөндеу жұмыстарынан өткізді. 2016 жылы әкем өмірден өтті. Соңғы 5 жылда қатты ауырып қалды. Жаңа денсаулығының сыр беруіне байланысты өзінің кәсібіне көңіл бөлген жоқ, командасына сеніп, сол командаға барлық жағы жұмыстарды тапсырды. Мен 2016 жылы әкемнің кәсібіне келдім, аяқ бастым, қолға алдым. Бұған дейін басқа салада жұмыс істеген едім, бірақ ғимарат тағы да қараусыз қалған, айналасының бәрі қоқыс. Мына жерде аяқ басып жүре алмайсың. Мен енді өзімнің әкемнің өтінішін, аманатын орындайын деп, әкем маған жиі айтатын, ғимараттарға қарау керек, ремонттау керек. Олар мысалы адамға күтім жасайсың ғой, сол сияқты ғимаратта сенің көңіл бөлгеніңді, сенің жағандай таза ұстауыңды қалайды деп. Сондықтан да мына жердің бәріне әйтеуір қыз басымен ұсталар шақырып, бізде Түркістанда өзбек ұсталар өте көп, Өзбекстаннан келетін, соларға айтып жүр. Ол кезде бағамен келісуді білмеймін, ол кезде цемент бетон қалай құйылатынын білмеймін, астына сетка салуды мүлде білмеймін, 25 жастамын. Әйтеуір барынша ұсталарға түсіндіріп, енді олар бәрі сенің білмейтініңді пайдаланады да. Мына жерге мысалға сеткасын дұрыс салмаған, енді мысалға 5-6 жылдан кейін мысалға нәтижесін беріп жатыр да. Сонда да әйтеуір бұрынғы қалпынан әлде қайда әдемі деп өзім ойлаймын. Мына жердің жағы цементін құйған кезде бізде сол шілде айы болды, күн ыстық. Негізі жалпы бұндай жұмыстарды күн салқындағанда, күз айларында, я болмаса көктемде жасау керек. Мен енді тәжірибемен келеді. Алғашқысында бәрі айтқандай не ремонттан, не бизнестен мүлде хабарым болған жоқ. Сонда да әйтеуір намысқа тырысып, әйтеуір барынша еңбектеніп, күні түні демалыс күндері жоқ. Осы ғимаратта жаңында уақыт өткіземін. Кәсіпке келгендегі ең бір жаңдай жаныма жақын болған осы ғимарат. Өйткені бұл ғимаратта біраз біз күрделі жөндеу жұмыстарын жасадық, класстардың бәрін өзгерттік, реконструкциясын жасадық. Мына жердің бәрі жағы сол әкемнің істеген сол сеткасымен, қоршауымен қалған еді. Мына көршілер, ауыл, аймақ бәрі көрініп тұрады. Мен енді қоршау жасаттым, өйткені әрбір мекеменің өзінің бір қоршауы болу керек. Келген оқушылар, курсанттар қай мекемеге келді, бірінші жаңында айналасына қарайды ғой. Батпақ болып жатса, мысалға лай болып жатса, есіктен ғимаратқа кіретін жер болмаса, ол кезде мысалға ең алдымен өзің үшін де ыңғайсыз.
Мына жерде біздің автошколдан алған плакаттарымыз жатыр. Өте өкінішті, қаншама плакаттар болды. Көбік арқылы істеттік. Мына мысалы қазақша, орысша, ағылшынша Алматыдан заказ беріп, бір плакаттың 3,5 теңгеге алып, өте өкінішті ше. Қазір қанша мынаны мысалға сарысын алып, қандай жұмыс істеткенде, мені плакаттардың көпшілігі мен інім істеді. Ол кезде 13-14 жаста ғой. Оны ұрсып, оны жұмсап, ол да білмейді, мен де білмеймін. Сонымен әйтеуір небір күндеріміз өтті. Бірақ сондай естеліктер, әдемі естеліктер қалғанымен өкінішке орай кәсіпті жабу, кәсіптен айырылу бұл оңай емес екен. Мына жерде светофор. Бұл енді автошколдан қалғаны, өйткені қаншама плакаттар болып, менде 3-4 бөлмені алатын, толыққанмен істелінген керемет устройствосы болсын, жол жүру ережесі болсын, оны колледждерге тегін таратып жібердім. Өйткені мен оны қоятын жерім де жоқ, оны ұстап отқанда не пайда, одан да оқушылар пайдалансын, білім алсын. Ең бірінші осы жерде әкем алған кездегі қуанғаны әлі күнге дейін есімізде. Бірақ біз ол кезде түсінген жоқпыз. Бұл ғимараттың іші тіпті кірсең қорқынышты, тезірек шығуға әрекет етесің, төбесінің бәрі түсіп жатыр. Жері мысалы едені жоқ, қирап жатқан ғимарат қой. Енді кәсіпкер деген өзінің алдағы уақыттағы 10-15 жылдығын көре алатын адам ғой. Сол кезде біраз адамдар әкемге қарсы шыққан. Неге сатып алдың, не қыласың, ескі құсқы заттарды, ертең күні бұның нанын жейсің ба, әлде сен азабын тартасың ба дегенде. Бірақ сол кезде әкем өзінің пікірмен ғана жүретін адам еді. Көресіңдер, сендер мені кейін түсінесіңдер, қазір ақмақ дегенмен кейін менің осы бір дұрыс шешім қабылдағаным сендерді таңғалдыратын болады деп. Сол кезде мен өзі әкем өктем сөйлейтін. Бізде басында түсінбей қалдық, кәсіп ашамын деген кезде дұрыс қабылдаған жоқпыз. Бәлкім дұрыс қолдағанда емес шығармыз. Ең бірінші әкем осыдан 20 жыл бұрын класс шығарған кезде, ол кезде материалдық базаға бірден көңіл бөлді. Өйткені қандай да бір комиссия тексеріп келетін болса, біз атымызға затымыз сай мекеме болуымыз керек деп. Енді автошколаны білесіздер, көптеген сындар айтылады, оқымай алып жатырмын, праваны сатып алып жатырмын дегендіктен. Сондықтан да біз Түркістан халқына білім беруіміз керек, көлік жүргізуді дұрыс үйрете білуіміз керек деп. Осы жерде енді көк парталарын қойып, алғашқы шаған класстары, плакаттарды созақтан алып келіп, Шолаққорғаннан алып келіп, тасап, отан тең бір мықты автошколалардан сұрап, солардың басшылықтарына шығып, барынша әйтеуір тырысып, күні түні жұмыс істеп, мен әкем айтатын, мен үшін бір-ақ күн демалыс, ол 1 қаңтар, басқа демалыс күні жоқ деп. Мен дегенде әкемнің ізін жалғастырып, сол 2016 жылы намысқа тырысып, өйткені қыз бала болғандықтан бұл кәсіпті алып кете алмайсың деп өзіме тіпті ет жақындар айтты. Ең алғашқы ашқан класс осы жер болды. Бәріміз, сол отбасым, бәріміз болғанда келіп, мына жердің бүкіл осы ғимараттың 2 этажды терезесін, әйнегін жуып, еденін жуып, өзіміз парталарды тапсырыспен істетіп, плакаттарды іліп, сол 4-еуміз қуанғанбыз, анам, інім, сіңлім және мен. Бұл жерде өнер мектебі жалғалды, автошколаны жапқан соң, бірақ олар жұмысын жалғастыра алмады. Мына жер лаборатория болатын, қаншама ауыр құрылғыларды қыстың күні көліктерді іздеп тауып, В категориясына, Сібір категориясына, С категориясына оны сатып алып, оны бөлшектеп, құрылғыларды өте ауыр, оны бензинмен жуып, одан кейін оны краскілеп, аққа, қызылға, сарыға, көкке қаншама жұмыстар атқарылды. Сол кездегі менің командам өте мықты еді, өзінің жұмыстарына адал еді, берік еді. Жалпы енді кәсіпкердің артында тұратын ол армиясы, ол оның қызметкерлері, ол оның ұжымы. Осы жерде қаншама шәкірттерді оқыттық, автошколаға жасырмастан бұрын класстарды көретін, ата-аналар бірге келетін, енесімен келіні, қызымен, анасы, отбасымен келіп оққан
курсанттарымыз да болды. Жаңағы бір ата өзінің алты немересін оқытып кетті. Автошколаға жазылмастан бұрын сыныптарға кіріп, жаңағыдай плакатымыз қандай, мұғалім инструкторларымыз кім деп, қазір енді бұрынға қарағанда сәл де болса жаңағыдай оқуға, көлікті жаңағы автошколаның табалдырығын аттап алуға халықтың беті бері қарап келе жатқан кезде бізде өкінішке орай Түркістан облысында база жабық болды. Мен сияқты кәсіпкерлер кәсібін жабуына тура келді. Мен ойлаймын, кез келген кәсіпкер кез келген жағдайға бейім болу керек, және де тығырықтан шыға алу керек деп. Мен бұл ғимаратты жаңағыдай амал жоғымнан жалға беруіме тура келді. Ішінде қаншама плакаттарымызды шығару, парталарымызды шығару, ауыр құрылғыларымызды шығару, күн, түн демей, оның бәрі оңай болған жоқ. Оның үстіне команданы тарқатып жіберген қызметкерлер жоқ. Әйтеуір қыз басымен барынша жүгіріп, екі бауырыма, анама рахмет, әйтеуір қашанда қолдау көрсетеді маған. Бұл жерді жаңағыдай өнер мектебі сұраған кезде алғашқыда қатты қуанып едім. Шын мәнінде дегенде авто мектебіне, өнер мектебіне бәрібір де түбі бір мектеп қой. Біздің жаңағы балаларымыз, оқушыларымыз білім алса, өнермен сусындаса, жан-жақты болса, қандай керемет емес пе, ұлттық аспаптарымызды ойнаса, қол өнерімізді білсе, ұлттық биімізді үйренсе. Енді ақысына келгенде деп аузымды ашпай барынша түсіріп, мұнда автошколада қалған жаңағыдай парталарды, не керек сіздерге, осында жиһаздарым бар, мысалға не керек, мен енді оның бәрін қоятын жерім жоқ қой, өздеріңізге керектеріңізді алып қалыңыздар деп барынша жағдай жасауға тырыстым өзімнің тарапымнан. Олардың жаңағы қызметкерлерін көрдім, өте өнерлі. Ойың осы, сөзің тәтті, қандай ана сені тақты, көңілімнің жарасынан сыймай тасып сезім жатты. Болсын, домбырадан болсын, қол өнерден болсын, сабақ беретін ұстаздары, командасы мықты болды. Олар бір 3 ай жұмыс істеді. Өкінішке орай мемлекеттен қаржыландыру болмағандықтан ол кәсіпкерді соңында бұл ғимаратты босатуына тура келді. Жалға беруде бұл оңай шаруа емес, қаншама талаптар қойылады. Іштен жағандай жылу болу керек міндетті түрде, сондай-ақ әжетхана болу керек, ыстық су, мұздай су болу керек деген сияқты. Жалпы газ кіргізу оңай болған жоқ, қыстың күні, қақаған аязда, жалпы менің ремонттарым сондай бір күн суық уақытқа мезгілге тура келеді. Қаншама пара бой алдық, оның құжатына да аз ақша кеткен жоқ, ұста ақысы бар, трубасы бар, басқа да заттары бар, мәйде-шүйдесі өте көп, пеші бар, оның бәрі құжатқа тіркелетіні бар. Соның бәрін әйтеуір барынша істеп, үлгіріп, жалға алушының айтқан уақытына дейін бітіруге тырыстым. Жалға беретін кезде қабылдау өткізу актісін жасаймыз, келісімшарт жасаймыз, инвестицияға тіркейміз, құжаттың бәрін өткіземіз, өйткені бәрі заң шеңберінде болуға тиіс. Қанша жерден түсіндіріп айтқанмен мүлікке дұрыстап қараңыздар, бұның бәрі мен жаңағыдай тегін істеткен жоқпын, ал ақша білесіздер маңдай термен келетін қанша түсіндіріп айтсам да, дегенмен өкінішке орай міне істеп кеткендері жаңағыдай. Оны енді мен лагын жағып, полный осы ғимаратты қайтадан ремонттап, барынша айтып, өтініп, түсіндіргенмен, бергеніммен бәрібір де
кейбір жалға алушылар соншалықты жұмысына селқос қарайды және де жалға берушінің еңбегін бағаламайды. Қазіргі уақытта ғимаратты жалға беру үшін өзінің талаптарын орындауға тура келеді. Мысалға ыстық су, мұздай су жағдай болғанымен іште, мысалға әжетхана болғанымен іште, бұны жұмысы оңай емес. Әсіресе Түркістанда канализация мәселесі ушығып тұрғандықтан септік қаздырасын, ол мысалға ол жерге көлік келе алмайтын болуы мүмкін, жерді көлікпен қаздыра алмаған жағдайда амал жоқ ұсталарға қаздыруға тура келеді. Олар 1 метр қазғаннан, мысалға жоқ деген 5 мың алады, ал кемісін 3 метр қаздыруға тура келеді. Сантехник шақырасын, тұрбасын жағы іштен жібергізуің керек. Сондықтан да талап қойғанда оңайды, бірақ ол талапты істеу оңай шаруа емес. Мына кабинетті менің анам өзінің талғаммен шығарды. Өзі кірісіп, жиһазды анам өзі маған сыйлады. Саған бір естелігім болсын, кәсіпке аяқ басумен, қаншама қиындықтардан, қаншама кедергілерден қыз басымен өтіп жатсың, әкенің арманы орындауға барыңды салып жатсың деп өзінің бір маған деген аналық махаббатын білдіру үшін, қолдау үшін осы кабинетті шығарып берді. Анама көп рахмет. Бірақ енді мен кабинетте отыратын кәсіпкерліктен емеспін. Кәсіпкерлік деген ол креслода отыратын жұмыс емес, барынша жүгіресің, барынша сол процестің ішінде боласың. Қазіргі уақытта сыртқы келбетіне қарап қарсы алады, ақылыңа қарап шығарып салады. Сондықтан да кабинет өзі қаншама адамдар сіздің жеке кабинетіңіз жоқ па, оңаша сөйлесе алмаймыз ба деп, енді жас қыз болғандықтан маған менсінбеушілік танытып, менің ғимаратыма келіп айқай-шу шығарып, бәлеқорлық жасаған қаншама адамдар болды, басын сыған адамдар болды. Мынау біздің архив. Енді автошкола жабылғаннан кейін қаншама құжаттарды архивке өткіздік. Олар айтқан құжаттарды өткізуімізге тура келеді. Мына жақта қалған құжаттар әр 5 жыл сайын архивке құжат өткізуіміз керек. Және де олар жағуға рұқсат етілетін құжаттар бар. Сондай-ақ архивтің өзінде өткізетін 75 жыл сақталатын құжаттар бар. Сондықтан да бұл жерде мысалы типографияда құжаттарымыз бар, жағуға рұқсат етілген құжаттарымыз бар. Архивтен 2 бетті қағазды алу үшін кемінде 2 ай мен 6 ай аралығында жүгіресің. Ал енді мына ғимаратты ремонттаған кезде ұсталарым жақсы болды. Бұл жерде техосмотрға берген, ол кісілерді шығару маған оңай болған жоқ. Мен әкем мәрт адам ғой, жарайды, бизнестен жүрісе беріңдер, тегін тұра беріңдер деп. Бірақ енді бұл қалайға шақ қалған еді, сонда да әйтеуір строй материалының күшімен, ұсталардың шеберлігімен барынша әдемілеуге тырыстық. Бұл жерде мен класс қылып аштым, өйткені Д1 класстары менде аз еді, ал бірақ ұсыныстар группа көп болғандықтан осы жерде Д1 және Д2 класстары қылып шығарғанбыз. Осы 2018 жылы ғимаратта ремонттап болған соң жаңа жылды осы жерде қарсы алып бәрін шақырып, біздің өзіміздің дәстүріміз бар. Әрбір қызметкерге кішкентай болса да сыйлық сыйлау, яғни 1 коробка шоколад, соның бәріміз жаңа жылды қарсы алдық, тілек айттық. Қаншама қызметкерлерім болды, командам болды, үлкені болсын, кішісі болсын, біз үлгі тұтатындай бір ұйымшыл мекеме болдық. Бұл жерді спорт школасына жалға бердім. Олар осы ғимаратқа орналаспастан бұрын мен өзімнің адамгершілігім әрі жалға беруші ретіндегі орындайтын талабым бәрін қайтадан ремонттап шығамын да. Сөйтіп қарасаңыздар, қанша түсіндіріп айтсаңдар, мына аяқтың ізі, мына жақта, ана жақта сонша ремонттайсың, бірақ олар 2-3 ай ғана тұрады, соңында былғап кірлетіп кетеді. Мен де әкем сияқты ескі ғимараттарды ремонттағанды жақсы көремін. Крышасын ауыстырдық, есік терезесін қойдырдық, потологы бар, едені бар. Ең бірінші алғаш көрген кезде бұл тек қана 4 қабырға болатын. Мен болсам
бұны спорт школаға жалға бердім. Олар жаңағыдай білесіздер, талаптары жоғары, бірақ өкінішке орай оларда жаңа кезек күтті. Бірақ мемлекет жаңағыдай қаржыландыру жағына келгенде ұсталарыма рахмет айтам. Қысқа уақытта осындай жаңағыдай ескі ғимаратты гүлдей қылып бергеніне, өйткені шын мәнінде үлкен жұмыс болды. Жаңа жылдан кейін біз бастадық. Потологына ауыстыру, еден цемент құю, жаңағыдай сетка салу, енді тәжірибе бойынша сенің шеберлігің артады. Жылжымайтын мүлікті, капиталды бәрі байлық деп айтады. Жаңағыда пассивті кіріс деп айтып жатыр қазір бизнесмендер, коуч, тренерлер. Дегенмен әрбір ғимаратқа, әрбір жылжымайтын мүлікке, ол тұрғын үй ма, жер ма, қора ма, әлде қойма ма, бәріне сен ақша құюың қажет. Және де ол табыс тауып кетуі жаңағыдай екі талай, өйткені дұрыс жалға алушыны тап алсаң, және олар жаңағыдай 3 айдан кейін шығып кетпей, біраз уақыт жұмыс істесе, сонда ғана пассивті кіріс болады. Капиталға міндетті түрде сен қаржы құйып отырасың, өйткені мәдишеде жұмыстары көп, сондай-ақ жаңағыдай тазалығы бар, сыртының ішінің ремонты бар, ана жері кетеді, мына жері кетеді, сондықтан да машақаты көп. Қазір мемлекет тарапынан сөз жүзінде болсын, кәсіпкерлерге қолдау деп айтылып жатыр, бірақ іс жүзінде дәл солай ма деген сұрақты тастағым келеді. Міндетті түрде пікірлеріңізді жазыңыздар. Қазақстанда кәсіп бастау неге қиын, я болмаса мүмкіндік бар ма? Мемлекет шын мәнінде қолдау көрсете ме, қаржыландырады ма, қандай бағдарламалар бар? Егер білсеңіздер, міндетті түрде жазып өтіңіздер. Ал мен 5 жылдық кәсіпкер ретінде айтарым, жағдай кез келген істі, бизнесті бастамастан бұрын жан-жақты ойланыңыздар. Қандай да бір ұсыныстар түсіп жатса, я болмаса қандай да бір сіздің кәсіп ашқыңыз келсе, міндетті түрде жоспарлаңыздар, бірден ұрынып қалмаңыздар. Сіздермен болған мен, Әсем Құралбекқызы. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.